Мынау айран. Авраттан жасалған айран. Бірақ мен кішкене ашыттым бұны. Ашыған айраннан сүзбе жақсы шығады. Маған енді неме Instagram парақшама сүзбені неден жасайсыз деген сұрақтар көп келеді. Міне, таза айраннан жасаймын. Бұл сүтті пісіріп, ұйытқы салып, ұйыған айран. Бірақ мен жаңа араластырып тастадым. Көк суы бөлініп, айранымыз ашып тұр. Айранды ашымаған күйінен кәдімгі тұп-тұш айраннан да жасауға болады, бірақ сүзбеміз тұщылау болады. Ал мынау ашыған айраннан жасаған сүзбем тіпті керемет болады. Ал міне дорбаға, дайын дорбаға айранды сүземіз. Міне осылайша айранымыз дорбаға сүзілгеннен кейін өзі жайлап, бұны бір 2 күн, 3 күн іліп қоямыз, немесе бір сетканың үстіне болса тастауға болады. Жайлап баппен аға береді осылай. Көк суы. Тек қана қою қалады айранның. Сол кезде оны ыдысқа салып алып, тұзбен араластырамыз. Ал сүзбеміздің басы міне 2 күннен кейін қоюланған айранға тұз араластырып ыдысқа салғанымды көрсететін болам. Ал кеттік. Достар, міне біздің осыдан 2-3 күн бұрын сүзілген сүзбеміз. Міне көрдіңіздер, қандай массада дайын тұр. Мен далаға сүздім. Қажетінше, егерде суы арылмай, суы ақпай жатса, онда үстінен ауыр тас болсын, немесе темір қойып, үстін сүзіп, жаңағы суын шығаруға болады. Міне, енді біздің массамыз, сүзбеміз дайын. Енді осыған тұз саламыз. Тұзды молырақ саламыз сүзбеге. Достар, мен тұзды жаңа тағы да айтам. Молырақ салғанды жақсы көреді менің клиенттерім. Міне. Но қатты бір килограмм, бір 300 граммдай сүзбе ғой, бір 200-300 граммдай сүзбе болуы мүмкін. Мен барынша тұзды молырақ салам. Енді араластырамыз. Егер өзіңізге болса, қолыңызбен де араластыра беруге болады. Мен өзіме қолмен араластырамын, сол кезде біркелкі жайылатын болады тұзы ішіндегі. Міне көрдіңіздер, қандай әдемі масса. Негізі біздің балалардың барлығы сүзбені жақсы көреді. Бұлай саусақпен алып жалап жейді. Міне араластырып, молынан араластырып. Ешкім шектемейді, қанша араластырсаңыз да. Түбінен алып. Осылайша бір 2-3 сағатқа тұзы әбден сіңгенше қойып қоюға болады. Сосын осыларды міне тағы да араластырып, тиісінше салапанға болсын, немесе майонездің шелекіне салып қатырып тастаймын. Осылай міне мен клиенттеріме сүзбе дайындап беремін. Ал достар, видеом ұнап жатса, лайк, комментарий тастап, міндетті түрде подписаться кнопкасын басуға ұмытпаңыздар.